Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Айналайын қазақ халқым, оян! Сен бүгін ырбың әнші күйшіге алдан. Мына биліктің мың сан спектакліне алдан. Ішкен асыңа, тойлаған тойыңа мәз бол. Киген киіміңе мәз бол. Ішкен арағыңа мәз бол. Алған тоқалыңа мәз болып жүрген кезде ұлт ретінде жойылып кетуіміз мүмкін. Көз алдымызда қаншама халықтар қырылып жойылып жатыр. Көз алдымызда. Бейшара қазақ ертең сенің балаң тентіреп, ақтабан шұбырды алқакөл сулама болмайды деп кім айтады? Сен бүгін қарның тоқ, көйлегің көк болып, тойдан той қуып, тоқалдан тоқал алып мәз болып жүргенде, биліктің неше түрлі сценарийлеріне алданып, дін дауын қозғап қойса, ол дауға кіріп, қайдағы бір хижаб дауын қозғаса, оған кіріп, тәңіршілдер мен исламистердің дауын қозғаса, оған кіріп, одан ана бір маймыл біреу билеп кетсе, ойбай ол билеп кетті деп оған кіріп, сөйтіп жүрген кезіңде, мына жеріңді орыс пен Қытай екі жақтап жаулап жатыр. Саған жау бір жақтан келмейді қазақ, екі бүйіріңнен келеді. Енді осы Қытай, жаңағы 10 мың Қытай, қалай жаулаған туралы бір әңгімені айтайын. Әнуар Жакулиннің ұлы Асқар Жакулин деген болды. Ол әкесі Әнуар Жакулин сияқты Қытайға адал берілген құл болғандығы соншалық Қытайдан қатын алды. Бірақ оның Қытай қатыны пұшпағы қанамаған, оған бала тумаған дейді. Ал осы Асқар Жакулин, анау Пекиннен ұлттық қауіпсіздіктің арнайы тәрбиесін көріп, Қазақстанға жіберіледі. Алматы қаласында саяхаттан солтүстікке қарай жүргенде Сүйінбай даңғылының бойында бірінші Алматыға қарай кетіп бара жатқанда саяхаттан қолдың оң жағында Асай дейтін үлкен корпорация бар. Ол корпорация жай ғана корпорация емес. Ол корпорация бүкіл Қытайдың ірі техника, ұлттық корпорациялары, техника өндіретін XCMG, Шүйгін корпорациясы, Леугун корпорациясы, Зумлен корпорациясы сияқты Қытайдың бүкіл жаңағы Еуропа, Америкадан ұрлаған техникалар арқылы құрылыс техникаларын өндіретін, әскери техникаларды өндіретін ұлттық корпорацияларының Қазақстандағы бірден бір өкілі. Бүкіл жаңағындай құрылыс техникалар, жер қазатын, жердің астын тесетін, мұнайға қатысты, құрылыс салатын, крандар, анау мұны, бульдозер, барлығын, манипулятор, бүкіл ірі техника, бүкіл ірі ауыр техниканың барлығын солар өндіреді, оны Қазақстанда сататын бірден бір дилер, представитель, бірден бір өкіл сол Асқар Жакулин. Оспан Батырды Қытайға ұстап берген ұлт сатқынның ұлы Қытай коммунистік партиясы жағынан Қазақстанға жіберілді. Және триллиондаған қаражатпен, миллиард емес, триллион қаражатпен. Сөйтіп, бизнесмен статусын алған, сыртын бизнесмен қып көрсеткен, өзін өзі қазақ кәсіпкері қып көрсеткен, анығында Қытайдың мемлекеттік ұлттық корпорацияларының Қазақстандағы өкілдік статусын алған. Ол статусты сен ала алмайсың, мен ала алмайым. Оны кез келген кеудесін ұрған қазақ ала алмайды. Қытайдың адал құлдары ғана ала алады. Оны сол облысының әкімі, министр болып жүрген қазақтың жаңа күйеу балалар ұлдары ала алмайды. Оны Қытайдың адал құлы алады. Оны Оспан Батырды ұстап берген адал құлдың ұлы ғана ала алады. Міне көрдіңіз ба? Ол Қытайға сенімді адам. Қытай оның ата бабасына дейін сенбесе, оны жібермейді. Сол Қытай қатынымен Қазақстанға келеді. Ал сол Асқар Жакулин Қазақстанда ең бірінші болып Қытайдың диаспора ұйымын құрады. Жебеу деген. Ол жебеу деген диаспора ұйымы не? Ол енді саясатпен кіріседі. Ол жебеу деген ұйым Пекиндегі Қытайдың шпиондық мекемесі. Анығында Қытайдың сыртқы жаңа халықаралық дипломатия, діни, саяси саладағы, бизнес салада қарым-қатынаса жауапты құрып қойған шын мәнде Қытайдың ұлттық қауіпсіздігіне қарайтын, екінші категорияда Қытай ұлттық қауіпсіздігі болатын Қытайдың United Front, бірлескен шеп, яғни бірлік сап дейтін мекемесінен тіркелген жебеу деген ұйымды құрады. Оның бастығы Серікжан Біләшұлын сотқа берген, соттатқан Омар Әлі Әділбек.
екінші бір диаспора ұйымды құрады. Оның бастығы Серікжан Біләшін сотқа берген, соттатқан. 3 ұлыңды өз қолымен қылқындырып өлтірем деп жазу жазатын Дүкен Мәсімхан болады. Рақым Айып болады. Жәнәбілдің қызы Әлия деген болады. Серікжанды 2020 жылы 2019-дағы соттан түрмеге кірмей қалып қалған Серікжан 2020 жылы сотқа берген Мұқан Мамытқа болады. Ал осы ұйымдарды қаржыландыратын жаңағы Асай болады. Ал Асайды құрған Асқар Жакулин Оспан Батырды ұстап берген Әнуар Жакулиннің ұлы болады. Ал бұл Әнуар Жакулин, Асқар Жакулин кім еді? Олар менің туысым болатын. Ру бойынша. Қазақ руласын туыс дейді ғой. Олар Қаракерей болатын. Қаракерейдің ішіндегі мұрындары болатын. Мұрын. Қаракерейлер, наймандар болатын. Олар жаңағы Іле менен Алтайдың қақ ортасындағы Тарбағатайдан келген қазақтар болатын. Тарбағатайдың қазағы. Міне сол Тарбағатайдың қазағын қаржыны миллиардтап беріп, бүкіл сол найманын, Қаракерейін, мұрынын, тағы басқасын, жаңағы мына Іленің қызайын, Алтайдың керейін ақшамен ұстап отыр деп қақ ортасынан соны қойып отыр. Неге? Әкесі Қытайдың адал құлы. Ал енді, мына Іле бетінен қалың найманның қызайлары келеді. Найманның ішінде 4 Төлегетай болады. Төлегетай, Садыр, Матай, Дөртуыл, Қаракерей болады. Төлегетайдан Садыр, Матай, Дөртуыл, Қаракерей. Матайдан Қызай кетеді. Қызай анамыздың күйеуі Шағыр болған. Енді солар анасының атымен Қызай деген үлкен ел болып отыр. Бір өзі 1 миллион үлкен өскен тайпа ел. Олар негізінде Алтайды мекендеген, одан Тарбағатайды, одан Бураталды мекендеп, одан Іле бетіне келген жер. Олардың Іленің қоныстанып қалғаны, ұзақ жыл осы нулы баулы мекенде өскені, айналып кеп сол Іле арқылы өздері жаңа Ұлы Жүздің жиендері Ұлы Жүзбен шектес болып отырады. Неге? Ұлы Жүз Байдыбек бидің 2 қызы Қызай мен Мұрыннан бүкіл осы найманның өскен 2 руы тарайды. Жаңағы Матайдан Қызай, және оның бөлесі Мұрыннан мына Қаракерейдің мұрындары тарайды. Енді қара. Енді сол жаңағы 1 миллион Қызайдың өкілі қылып, Қазақстанға Жебеу деген ұйымды құрып қояды. Оның өкілдері Рақым Айып, Омарәлі Әділбек, және бүкіл қазақ тарихын бұрмалап, қазақтарды ежелден Қытайдың боданындағы, отарындағы болған ел деп дәріптегісі келетін, Қытайда жүрген кезінде Қытай тарих үшін еңбек еткен, Балқашқа дейінгі жер Қытайдың жері, әттең содан Қытай бекер айырылып қалды деп мақала жазатын Нәбижан Мұхамедхан деген ақбас бар. Жаңағы Жебеу дейтін ұйымның идеологы.